Bir, iki, üç. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, балалар. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Қонақтармен амандасамыз да, орнымызға отырамыз, балалар. Бірге амандасамыз. Сәлеметсіздер ме? Жарайсыңдар, балалар. Орындарына жайғаса қойыңдар. Орнымызға жайғасамыз. Балалар, әдеттегідей бір-бірімізбен амандасып алдық. Енді ары қарай сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту бөлімі бойынша математика негіздері сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз заттар тобын бөліктерге бөлу және заттар тобын біріктіру деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабағымыз сол екен. Қане, бәріміз балалар сабаққа дайынбыз ба? Сабаққа дайын болса, онда ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, сабағымыздың мақсаты заттарды ұқсастыққа қарай, түсіне қарай бөліп, оларды топтастыруға үйрету, байқағыштық пен санау дағдыларын дамыту, ойын арқылы есте сақтауға сұраққа нақты әрі толық жауап беруіміз керек. Түсінікті ғой, е? Келесі балалар, сендерді бүгінгі сабаққа дайындамас бұрын мен сендерге кішкене сұрақ қойып жіберейін. Жұмбақ жасырайын, миға шабуыл ретінде. Сендерге жұмбақ жасырам, кім табады екен сол жұмбақты? Қане бақы? Апайдың айтқан. Су ішінде самғайды, тек шегіне алмайды. Жұмбақты қайталап айтар, балалар, ойланамыз. Су ішінде самғайды, тек шегіне алмайды. Ол не? Не деп ойлайсыңдар? Су ішінде не жүреді, балалар? Балықтар жүреді. Даусымызды қалыпты шығарып айтамыз. Асанәлі мен Малик айтар, балық жүреді дейді. Қане, сұрақтың жауабын экранға қарап көреміз. Дұрыс айтыпты ма екен? Дұрыс па, балалар? Ненің суреті шықты? Балықтың суреті шықты. Ендеше, балалар, ары қарай кітабымыздағы бірінші тапсырмаға мұқият қараймыз. Не көріп тұрмыз, Нұха? Не көріп тұрмыз? Қараймыз. Не көріп тұрмыз? Бар ма сендердің нелерінде? Балықтар ненің ішінде тұр? Судың ішінде тұр. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бірінші аквариумда, ең үстіңгі аквариумдағы балықтардың түстері қандай екен? Көріңдерші? Сары және көк екен, балалар, сендерге айтады, бірінші тапсырма. Әр аквариумда балықтың неше түрі бар? Сана және ата. Барлығы қанша? Сонша санды жаз дейді. Ендеше, бірінші аквариумдағы бізге беріліп тұр, міне, бірінші аквариумдағы біз сары балықты санауымыз керек. Қане, бірінші аквариумдағы сары балықты санаңдар, нешеу екен? Үшеу екен? Қолымызға жай карандашымызды аламыз. Карандашымызды болмаса, ручкаларын, қаламдарымен жазалатын болсаңдар, ала қойыңдар. Аламыз. Сары балықтың астына неше жазамыз, балалар? 3 жазамыз. Қане жазамыз 3-ті? 3-ті тақтадан кім көрсете алады? Жүгір. Нияз, кім көрсете қой? 3 қайсы? 3-ті көрсет алда. Алда көрсете қой. 3 санын көрсет. Мына жерге жатсып қой. Жоқ, оны соқсын. Жарайды, 3 нүктенің астына қойып қоямын дейді. Жарайды. Дұрыс па, балалар? Жарайды. Осы 3-ті сары балықтың астына жазамыз. Сендердің айтуларының бойынша бізде сары балық нешеу екен? 3. Жаздық па? Жазамыз.
балалар? Көк балық нешеу? Екеу дейді Малика. Рахман нешеу? Екеу ма? Жылдамдатамыз. Екі санын кім табады? Нұрхан келе ғой, жылдамдатамыз. Нұрхан екі санын алып кел, екі нүктенің астына қоямыз, жылдамдат. Екі саны, екі, әкеле ғой, молодец, жарайсың. Балалар дұрыс па? Дұрыс, екі санын көк балықтың астына жаздық па? Жылдамдатамыз, жазамыз. Көк балықтың астына жаздық. Енді жалпы мына жерге осы сары балық пен көк балықтың жалпы санын жазамыз. Мынау тұрған үшті екіге қосамыз. Барлық балық аквариумның ішінде нешеу? Бесеу, жарайсыздар. Бес санын. Кім жазады тақтаға? Келе ғой, Малика, жылдамдат. Бес нүктенің астына апарып қоямыз. Балалар дұрыс па? Жарайсың, Малика, отыра ғой. Сонда бірінші аквариумде неше балық бар екен балалар? Бесеу, жарайсың. Екінші аквариумда қараймыз, қандай түсті балықтар бар? Жылдамдатамыз. Қызыл, көк. Бірінші бізден сұрап қызыл балық нешеу? Үшеу ма? Амина, үшеу ма? Үш санын жазамыз қызыл балықтың астына. Үш цифрын жазамыз. Молодец, мен. Мына жерге жазады. Үш жазын жерге. Жаздың ба? Молодец. Үшінді тіпті епсінше жазып қойыпсың. Нұрайым үшті дұрыстап жазамыз. Тақтаға қараймыз. Дұрыс Жантүрек, молодец. Мына жерге бесті жазбапсың. Бесті жазамыз. Міне бес. Бірінші аквариумның жалпы несін бес балықты жаздық, иә? Мына жерге сен де бесті жазбапсың ғой өзің. Сен де жазбапсың бесті. Дұрыс, Амина, молодец. Үшіңді керісінше жазып қойын. Дұрыс. Келесі балалар. Көк балық нешеу екен? Үшеу. Үшті жазамыз тағы. Көк балықтың астына да Нұрхан. Үшті жазамыз мына жерге де. Мен жаздым. Аквариумның ішіндегі жалпы балықты санаймыз. Қызыл балық пен көк балықты қосып. 6 болады. 6 болады ма? 6 болады, жазалды. 6 санын кім жазады тақтаға? Мен. Жоқ, шықпаған балалар. Рахман шықсыз. 6 санын 6 нүктеге апарамыз. Санап тұр, жылдам. 6 санында. Жылдамдат. 6. Жарайсың. 6 нүкте қайсың? Дұрыс па балалар? Сонда балалар біз 3 қызыл балыққа 3 көк балықты қоссақ, барлығы неше балық екен? 6 балық. Рахман 6 цифры дұрыс тапты, иә саны? Дұрыс тапты. 6-ны жаздық. Балалар, сендер мына дәптермен өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Мен астындағы тапсырманы кейінірек орындарыңыз, иә? Қазір мен сендерді осы істеген тапсырмаларым бойынша бағалап берем. Қане, кім дұрыс орындады екен? Асанәлі дұрыс орындады ма? Малика тексере қойшы. Асанәлі дұрыс орындады ма? Қай жерінде қате бар? Дұрыстап бер. Айтып бер, қай жерінде қатесі бар? Екеуін қосқанда қанша болды жаңа? Сезім? Екеуін қосқанда қанша болды? Мына жерге неше жазамыз? Рахман? 6. Жазамыз. Жарайсыңдар. Балалар, сендер санауды, цифрды жаттауды өте жақсы меңгеріпсіңдер, иә? Оны біз көрдік, жарайсыңдар. Цифрды, оны санауды біледі. 3-3 жазып қойғасын. 3-3 қосқанда мына балықтың жалпы саны неше болды? Әне Рахман қойды. Неше қоямыз? 6 қоямыз, әне Нұрай қойып қойды. Нұрай молодец. Балалар, сендер санды санауды, оны қосуды жақсы меңгеріпсіңдер. Сендерге мен алғысымды айтып, бәріне күліп тұрған смайлигінен тарамын жұмыстарым үшін. Өте жақсы. Нияз, жарайсың.
Сабаққа өте белсенді қатысып отырсыңдар балалар. Жарайсың. Нұрмұхамед, қайсыз? Ой, жарайсың. 500. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Орнымыздан бәріміз тұрып, сергі тұрсатын оқытаймыз. Бәріміз бірге тұрамыз. Карандашты кітаптың ортасына қоямыз. С текущего. Ага. Тағы да. Балалар, бәріміз бірге жаттығу жасаймыз. Сергі тұрсатын жасап аламыз. Бірге жасаймыз, сергі тұрсатын. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі тапсырма. Балалар, біз бірінші классқа баруымыз үшін қалай отыруымыз керек? Тәржімдерші не? Қонақтарға. Бірінші классқа баруымыз үшін қалай мектепке дайындығымыз? Қалай біздің? Міне бұлай, Нұрмұхамед, бұлай отырамыз. Ой, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға кітапқа мұқият қарайықшы. Бірінші тапсырмасын орындайық. Қанша жұлдыз қалғанын сана. Бірінші, барлығы қанша жұлдыз тұр? Санаймыз, жылдам. Жылдам санаймыз, апайға айтамыз. Сана, жоқ. Барлығын санаймыз. Қанша сызылмағандар? Бесеу, дұрыс айтасыңдар. Ал қаншауы сызылып тұр? Қаншауы сызылып тұр? Үшеуі сызылып тұр. Ал қалғаны қаншау? Екеу. Астындағы сол жердегі астындағы екі цифрын. Екі цифрды, мынаны балалар, сендер айтып тұрсыңдар ғой, екеу қалды деп. Екі цифрын жылдан қоршаймыз. Екі цифрын жылдан қоршаймыз. Қазір апай қарап тағы да сымай кеттер атады. Жарайсыңдар, молодцы, балалар, жарайсыңдар. Өте ақылды балалар екесіңдер. Мынау біздің санамақтарымыз, екеу қалды бұл жерде. Мынау қойшы. Дұрыс, молодцы, жарайсыңдар. Дұрыс дедіңдер ма? Қане көрейін. Малика түзіп отырамыз. Рахман, ой, жарайсыңдар. Ақылды екесіңдер. Балалар, келесі жұлдыз жылдам сана жүріңдер. Барлығы қаншау, сызылғаны қаншау, апай айтамыз, жылдам. Сана. Үшеуі не істеп тұр? Сызылып тұр ма? Сызылмағаны нешеу? Төртеу. Ендеше қанша санды қоршаймыз? Төрт санды қоршаймыз. Соның астындағы төрт санды жылдан қоршаймыз. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Мынау менікі.
қоршауымыз керек, өте дұрыс айтасыңдар. Нияз көрдің бе? Қоршай қой, молодец, қоршай қой, жарайсың, қоршай қой. Молодец, Нұрмұхамед қоршап қойыпты. Дұрыс. Келесі топтағы жұлдызшаларды санайық балалар. Нешеуін қоршауымыз керек? Жылдам өздерін апайға айтыңдаршы. 1, 2, 3, 3. Ақылдысыңдар, әне. Ақылды екесіңдер балалар үшін қоршайды екеуміз. Ең соңғы топтағы жұлдызшаны үшін қоршаймыз. Жарайсыңдар. Қалған тапсырманы біз келесі сабаққа қалдырамыз, иә, өзіміз орындаймыз содан кейін. Сендер апайлар көріп отыр, сендерді ертең бірінші классқа қалай барады екен деп қарап отыр. Дұрыс па балалар? Бәрін осылай істеңдер ме? Бірінші топта 2-ні, екінші топта 4-ті, төртінші топта 5-ті, мына жерде төртінші топта 3-ті қоршадыңдар ғой осылай, иә? Апайдікімен бірдей болды ма сендердікі? Тексеріңдер жұмыстарыңды. Осылай болды ма? Жарайсыңдар. Мен сендерге тағы да смайлик, бұл жұмысқа да смайлик таратып жіберейін. Қарап шығайын. Малика, өте жарайсың. Асанәлі, жарайсың. Бір-бірлер қасымдағы жұптарына қарап отырыңдар. Қате болса, көмектесіп жіберіңдер, иә? Жарайсыңдар. Өте жарайсыңдар. Молодцы. Жарайсыңдар, балалар. Алина, қалай істейсің? Балалар, енді мен сендермен ары қарай тағы да біз болса математика негіздері сабағында нені меңгердік екен? Соны Нұрханға 2 смайлик беруге де болады, иә? Бәрін бірінші. Ойымызды кішкене бір жазып алайық, сосын сабағымызды қорытындылаймыз. Орнымыздан бірдей тұрамыз. Бірдей тұрамыз орнымыздан. Иә. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар енді. Тапсырмаға назар аударамыз. Кім шыққысы келеді экранға? Келе ғой, Малика, жылдам. Қараймыз, дұрыс жасайды ма? Так, үйлердің терезесіне сәйкес пішіндерді апару керек. Мынау қай пішін тұрған? Үш бұрыш. Қай үйге барады? Сол үйді басып қал. Балалар дұрыс па? Жарайсың, отыра ғой. Сезім, келе ғой, жүгір. Сезім, келесі. Қандай пішін шықты? Шеңбер, иә, домалақ дұрыс. Қай үйге барады? Қай үйдің терезесі шеңбер? Жарайсың. Келесі тапсырма. Амина, келе ғой. Қандай пішін шығып тұр? Айтамыз. Төрт бұрыш, дұрыс айтасың. Молодец, жарайсың. Балалар өте дұрыс па? Балалар, содан кейін сендерге міне смайликтерім, иә? Содан кейін таратып беремін қазір. Келесі. Нұрхан, келе ғой, жылдам. Нұрхан, бірінші біз қай санды көріп тұрмыз? 5. Ал мына жақта нелерді көріп тұрмыз? Аралар, иә? Мына жерге қанша араны қою керек? Жоқ, мынау 5 болған соң. 5 араны мына жерге әкелу керек біз, иә? 5 араны санада соны басып қол. Қайда 5 ара тұрған клетка? Қайда? Торкөз. 5 ара, жоқ. 5-ті санаймыз. Қай клеткада 5 ара бар? Ал, сана. 1, 5, дұрыс айтасың. Ендеше осыны басып қал. Или қалай? Бұны бұлай апарады екенбіз, дұрыс айтасың. Сенің ойың жетпейді, мен апара қояйын. Жарайсың, отыра қой. Келе ғой. Келесі. Жантөбе, кел. Неше санын көріп тұрмыз?
неше саны? 3 саны. 3 ара қайда жерде тұр? Көрсетші апайға. Дұрыс айтасың. Міне, иә? Санай ғой. 1. Жарайсың отыра. Келесің. Рахман келе ғой. Жылдам. Мынау неше? 2 ара қайда? Жарайсың. Отыра ғой. Ардана кел. Жылдам жүгір. Бәріне жетеді ойын балалар, қазір бәріне шығарам. Келесің, мынау араны санай ойда орнына апара қойшы. Неше ол? Балалар дұрыс па? Неше мынау? 6. Айта ғой, неше ол? 6, жарайсың. Айсана келе ғой, жылдам. Келесі ара. Санада орнына апара ғой. Қолыңмен соза ғой да, бері қарай алып кел. Молодец, жарайсың. Неше мынау? Санай ғой. 1, 2, 3, 4. Балалар дұрыс па? 4 санымен 8 деді. Келесі. Нұрай келе ғой. Сенің бойыңыз. Нұрай неше? Неше ара қалды? Соның орнына келе ғой. Неше ол? Ой, алып неше беріңіз. ол? Апара ғой. Ой, қашып кетеді екен. Қол, ұста. Ой, жүр, апай апарсын. Неше ол? Неге бармайды? Ара, ойбай, ауысып кетіпті ғой, олар. Балалар, кішкене интернет нетпей ұсталмай тұр, иә? Келесі ойынға кірісе берейік, жарайсыңдар. Сендер өте жақсы біледі екенсіңдер. Бәрін дұрыс апардыңдар, жарайсыңдар, балалар. Тағы да ойынымыз бар екен. Енді шықпаған балалар шығады. Нияз келеді. Нияз неше санын көріп тұрмыз? 2 сәбізді басамыз. 2 сәбіз қайда? Ой, жарайсың. Балалар дұрыс па? Жасыл жанды, иә? Келесі. Неше саны шығып тұр? 3 саны. Амина, жүгір. 3 сәбізді басамыз. Жылдан. Санаймыз 3 сәбізді басамыз. Балалар дұрыс па? Жарайсыңдар. Асанәлі келе ғой. Жылдан. Келе. Неше саны шығып тұр? Басау. Жарайсың. Балалар дұрыс па? Жарайсың. Келесі. Нармұхамед жүр. Кім шыққан жоқ тағы? Сезім шыққан жоқ. Дұрыс па? Меди, мальчик. Алинур жүр. Алинур шыққан жоқ. Жарайсың. Жүр. Неше саны мынау, Алинур? 5. Неше саны? 5. Жарайсың. Балалар, сендерге ойын ойнаған ұнады ма? Міне, заттар тобын салыстыру және оларды біріктіру деген тақырыпта біздің математика негіздерінен алған білімдеріміз осы екен, иә? Балалар, біз сабақты қорытындылап тағы да осы 10-ға дейін санап үйрендік, заттарды біріктіріп үйрендік, сандарды жаттауды үйрендік, иә, цифрларды? Так, қай сандар орнында жоқ, кім қойып жібереді? Сезім кеш сен қойған жоқсың. Мынау сандарды жылдам орындарына апарып таста. Біз тағы да нүктелерді санай отырып, сандарды қоя аламыз. Қане, сандарды апар. Мынау қайда барады? Жылдам. Жүгіріп. Балалар дұрыс па, сендер қарақ айтып отырыңдар. Сезім дұрыс деп атырма қарап отырыңдар. Жоқ, мынаны сана жібер. Сезім берген сана жіберейік, жылдам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қайда тұр? Жылдамдат, ауыстыр орындарды. Ол қайда барады? Тез. Балалар дұрыс па, сендер нүктелерді санап отырыңдар? Дұрыс, молодец. Мынаны қайда барамыз? Балалар, біз цифрларымыздың бәрін сабақтың соңына дейін өзінің орнына қойып шықтық па? Енді сандарды, қане сана жіберейік, сонымен сабағымызды қорытындылаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ойындарды сол санға дұрыс апару керек екенін бәрін біледі екенсіңдер. Сендерді бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет айтамын. Келген қонақтарымызға да рахмет айтып сау бол айтамыз. Кейінгі тапсырманы, ойын ойнаған кездегі тапсырма бойынша мен сендерді мынандай смайликпен бағалаймын. Бәріне осындай бір смайлик қазір апай таратып береді. Рахмет сабаққа. Балалар орныңыздан тұра